мен елім жерім үшін қызмет жасаймын. Менің қазақстандықтарға көк пайдам тиеді. Сіздер менің жанымды жемеңіздер. Әрқайсыңыздар ата-анасыздар. Ол уақыт көрсетеді. Ұл-қыз тәрбиелеп осыздар. Ал бір жерден жаңағы бірден ілім тауып алып тұрып, бір-бірімізді жаңағы шұқылағанды қою керек, құрметті ағайын. Мен мемлекетке, мына қазақ халқына қызмет жасаймын. Менің пайдам көп тиеді. Әсіресе ауыл шаруашылық мәселесінде. Мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздік мәселесі. Бүгінгі мен өзімді ойымды айттым. Қалай ауыл шаруашылығын жүргізу керек? Осы мәселе жөнінен біз көп мәселені қолға аламыз. Өнен кейін мәселе біздің мынау ауыл партиясын сайлау алды, халыққа берген уәдеміз бар. 700 мыңнан астам бізге сайлаушылар дауыс берді. Сондықтан бізге бір Ақтөбелінде біраз адам шулады екен деп мен мандатымды тастап, мандат депутаттың мандаты ойыншық нәрсе емес. Халықтың үлкен берген сенімі. Сондықтан мен халықтың сенімін ақтаймын. Кеудемде жаным соғып тұрса, мен халық үшін қызмет жасаймын. Мен қысқаша айтайын деген осы. Рахмет, аман-есен сау болыңыздар. Жақсы.